Бөтен балалар болмайды. Бұл Петропавлда орналасқан Е164-3 мекеме қызметкерлерінің ойы. Осымен 3 жыл қатарынан құқық қорғаушылар қалалық балалар үйіне түрлі көмек көрсетіп жатыр екен. Биыл да дәстүрге айналып кеткен үрдіс жалғасын тапты. Мекеме қызметкерлері балалар үйінде тозығы жеткен 2 диван мен креслоларды қайта жөндеуден өткізіпті. Бұл бірінші маусым күні балаларды қорғау күні келіп, осында кішкентай сыйлықтарымызды алып кеткенбіз. Орындықтар және плед соларда келіп, сосын біздің қызметкерлер осында келіп, осы мебельдер көп, диван, креслоны көріп, ескілеу екен. Соны жаңартып, жаңа фасонмен жаңартып істеуге өздерінің ниетін білдіріп, сол 2 жұмадай бұрын келіп алып кетіп, өзі қызметкерлер және біздің мекеменің ішінде істейтін жеке кәсіпкер солардың көмегімен бәріміз осыны істеп. Бүгінде балалар үйінде 4 жасқа дейінгі 49 бала тәрбиеленіп жатыр екен. Олардың барлығы денсаулығында түрлі ақаулары бар сәбилер. Ал бұл үйдің ең кішкентай тұрғыны София. Күні жетпей өмірге келген сәбиден анасы бас тартып күні кеше ғана осы жерге алып келген екен. Бірақ Софияға ата-аналық қамқорлығымызды көрсетеміз деген жандар қазірдің өзінде бар болып шықты. Мекеменің бас дәрігері Маруар Қапенова игі іс жасаған құқық қорғаушыларға өз алғысын білдірді. Е164-3 мекемесі біздің демеушілеріміз болады. Олар 2 жұма бұрын ғой біздің ескі дивандарды алып кетіп қой, бүгін мені жөндеп әкеп жатыр. Әдемі қылып, балаларға бәрі көңілді болады, бізге де. Біздің енді мекемеміз өздеріңіз көзін көріп тұр, біздің елге де бәрі жақсы, бірақ одан да жақсылық болуға тырысамыз. Балалардың денсаулығын бұл жерде түрлі сала дәрігерлері үнемі қадағалап отырады. Медициналық 6 кабинет бар. Құқық қорғаушылардың сыйлаған жиһаздары енді балалар үйін көркейтіп тұрады дейді. Ал Е164-3 мекемесінің қызметкерлері шамамыз келгенше көмегімізді аямаймыз деп отыр. Өйткені балалардың бетінен күлкі көру біз үшін үлкен бақыт дейді.